облысы Шу қаласы Жібек жолы мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы Асан Назира сіздерге өсімдіктерден табиғи индикаторларды дайындау атты ғылыми жобамды ұсынамын. Ғылыми жобамның жетекшісі Болғанбаева Бағдат Болатқызы. Мақсаты өсімдіктерден индикаторларды дайындау және олардың қолдану тиімділігін анықтау. Ғылыми жобама түрткі болған жағдай ол қазіргі таңда тағам құрамында химиялық заттардың көптігінен адам ағзасында көптеген аурулар тудыруда. Сол мақсатпен ғылыми жобамды бастаған болатын. Мен ғылыми жоба барысында көптеген түстері қанық өсімдіктерден, яғни бүлдірген, таңқурай, құлпынай, қызыл орамжапырақ, қызылша, мандарин, пияз сияқты өсімдіктерден индикатор дайындап үйрендім. Соның бірі қызыл орамжапырақтан жасалған индикатор. Оны дайындау жолы майдалап тураймыз, суға қайнатамыз және де сүзгіден өткіземіз. Дайын болған индикаторды қазір біз сынақтан өткіземіз. Яғни суға салған кезде оның бастапқы түсі көк болады. Ал қышқылдың судағы ертінісіне салған кезде ол қызарады. Сілтінің судағы ертінісіне салған кезде осы жасыл түске айналады. Яғни бұл ортаны өте жақсы көрсете алатын қасиетке ие. Сондай-ақ біз сүт тағамдарында ортасын анықтай аламыз. Біз сынаққа жаңадай айран, сүт және де қаймақты аламыз. Айран өте әлсіз қышқылдық ортаны көрсетеді, оның түсі күлгін түске өзгерді. Сүт өзгерген жоқ. Және қаймақ та өте әлсіз қышқылдық ортаны көрсетеді. Яғни осы арқылы біз сүт тағамдарының мерзімін анықтай аламыз. Және де тұрмысқа арналған жуғыш заттардың ортасын анықтай аламыз. Ол кір сабынның ертіндісі және де жуғыш құралдың ертіндісі. Жуға арналған сұйықтық. Яғни ортасын анықтаса, ол өте әлсіз сілтілік қасиетке ие. Келесі біз өлі су және тірі су. Яғни табиғи суды біз жақсылап дұрыс пайдалана білуіміз керек. Біз ондай тәжірибе жасап көрдік. Екі ыдысқа өлі және тірі суды пайдаландық. Өлі су яғни дистилденген, ал тірі су ол ас содасының судағы ертіндісі. Екеуін алып қарасақ, алма салдық. Сондағы дистилденген су ол мөлдір қалпында қалады, ал жаңадай ас содасының ертіндісі ол лайланады. Неге? Себебі ас содасының жаңадай сілтілік су ол алманың қабығындағы микробтарды тазартады. Осы арқылы үйден жасап жаңадай жеміс-жидектерді жусақ болады. Енді қорытындылай келе біз түстері қанық өсімдіктер индикатор ретінде пайдалануға болады, және олар тағамның, жуғыш заттардың, топырақтың, судың ортасын анықтауға болады. Осындай тәжірибелер арқылы адам өзінің денсаулығын қорғай алады. Назарларыңызға рахмет.